bir ар намыста әйел адам болса, жаман нәрседен сақтанатын, жаман сөзден сақтанатын болса, жаман сөзден сақтанатын, жаман істен сақтанатын, намаз оқитын, хиджаб киетін қыздар болса, қазір бірлер не деп айтады? Сыртынан қарағандар не деп айтады? Ой, бұлар дейді. Уақытында жүріп алады бұлар. Жүріп, соңында әйтеуір осындай болады бұлар дейді. Алла сақтасын. Бұл не деген сөз? Ар намыста әйелге бәле жабу деген сөз. Ең үлкен күнәлардың біреуі осы. Адамды құртатын 7 күнәнің біреуі осы. Осы сөзді естіп қаламыз көбінесе. Ой, бұндадар әттен жүріп алады екен да, байға тиюшін осындай киіп алады екен олар. Алла сақтасын. Ең үлкен күнәлардың біреуі. Осы үлкен күнәлардан сақтанса бір адам, Алланың әмір еткен 5 уақыт намазын оқыса, Алланың әмір еткен Рамазан айының оразасын ұстаса, Алланың парыз қылған, қажылығын жасаса, зекетін берсе, иншалла жұмаққа кірді да.